Біз өмір сүріп жатқан әлемде әлдебір мистиканың болатынына көп адам сене бермейді. Алайда кейіпкерлері мұндай жағдайдың бірталайын бастан өткерген бірнеше оқиғадан құралған топтаманы назарға ұсынамыз. Елестер үйі. Алматыда ескі үйлер көп. Солардың біріне Даниярдың отбасы да көшіп барады. Ол дәл сол жылдары 5-ші сыныпта оқитын болғандықтан болған жайттың барлығы көз алдында сайрап тұр. Күнде түнде оның анасы шошып оянып біреудің қылқындырып жатқанын айтатын. Оны қылқындырып жатқан әйел бұл үйден кетіңдер деп айғайлаған. Кейіннен күнде түнде ұйықтай алмаған отбасы бұл үйді сатып кетуге мәжбүр болады. Бір қызығы, үйде олардан соң ешкім тұрақтамапты. Алматыдағы мектеп-интернат. Қаладағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың бірінде түлектердің барлығы қатты қорқатын жайттар орын алып тұрады. Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп түлектерінің бірі басынан кешкен жайды баяндап берді. Біздің мектептегі интернат жайында ел арасында түрлі әңгімелер бар. Вахтада істейтін апайлар, күзеттегілер көп тұрақтамай жұмыстан шығып кетеді екен. Көк пижама киген баланың елесі ғимаратты түнде кезіп жүреді дейтін. Көп деген баланың көзіне көрінген. Бізді бір күні мектептегі кітапханаға апарып жатқызды. 20 қыз үлкен бір бөлмеге жайғастық. Бір қызығы, жарық өшіріп көзімізді жұматымыз сол-ақ екен, пакеттер шықырлай бастайды. Көзімізді аша қалсақ қоя салады. Құдды біреу бізбен ойнап тұрғандай. Бір қызығы, бәріміз де бұл дыбысты естиміз. Кейіннен білдік, бұл бөлмеде оқушы бала асылып қалған екен. Бір күні бір қыз қатты шошып, біреу қылқындырғалы тұр деп айғайлай бастады. Алланы аузына алып түсініксіз бірдемелер айта бастады. Бетінің бәрі тырысып, қатты қиналды. Ертеңде ата-анасы алып кетті дейді Айман. Айнадағы елес. Амангелді 11 жасында үйде жалғыз болған. Әжесі сатып алып берген мектеп формасын киіп көріп, айнаға бара қалғаны сол екен, артқа қарай бірақ шегінді. Оның қарсы алдында елес қарап тұрды. Ол ауызғы бөлмеге қарай жүгіре жөнелді. Ал елес оның артынан қалмай жарты жолға дейін бірге келді. Ол үйден жүгіріп шығып, әжесі келгенше далада күтіп отырды. Көшедегі керуен. Алматының солтүстігіндегі Қапшағай тас жол туралы да ел арасында түрлі оқиғалар бар. Алайда жолдың жетіген елді мекеніне қарасты бөлігінде бұдан 10 жыл бұрын кәдімгі түйелі керуенді көрген Ержан есімді кейіпкер бұл жердің қасиетті екеніне сенеді. Бұл жер туралы түрлі оқиғаларды еститінмін, бірақ көзі көрмеген адам сенбейді. Мәселен, бір күні әйелім екеуміз қаладан машинамен қайтып келе жаттық. Әйелім алдыңғы орында ұйықтап отырған. Бір кезде жолдың оң жақ бөлігінде түйелердің керуені өтіп бара жатқанын көрдім. Қиқулап, иттер жүгіріп, орта ғасырда кітапта көретін киім үлгісін киген жолаушылар да жүр. Мұның барлығын ап-анық көрдім. Бәлкім бір кино түсіріп жатыр ма деп ойладым. Кәдімгі керуен. Бір кезде әйелімді ояттым. Дәл сол кезде көз алдымдағы керуен жоқ болып кетті. Әйеліме болған жайтты айтып едім, сенбеді дейді 50-ді еңсерген Ержан. Қылышты елес. Алматыдағы мектеп-интернаттардың бірінде оқыған Айнұр көзіне көрінген қылышы бар әлдебіреу туралы айтып берді. Айтуынша бұл елесті ол түнде көрген. Сондықтан ұйқылай жатып түс көргем деп те ойлаған. Алайда бір күні әңгіме арасында ол интернатта істейтін апайға сол елесі туралы айтып береді. Апай таң қалып, дәл сол қылышты кісіні ол да көргенін айтады. Ұйқысыраған қыз. Гүлжауһар есімді кейіпкер өзінің әпкесінің түнде қатты ұйқысырайтынын жеткізді. Ол әпкесі туралы өте қорқынышты естелікті баяндап берді. Ол түнде жатып сөйлейтін, мән бермейтінбіз, қатты ұйқысырайтынын білеміз. Бірақ бір күні ағайындарымыз бас қосып, үлкендер туған күн тойлады. Туған күнді жалғастырамыз деп, олар тоғайдың арғы жағында тұратын ағамның үйіне бармақ болды. Әпкем шаршап ұйықтап қалған. Бәрі оны оятып, бізбен барасың ба деп сұраған. Алайда әпкем ұйқысын аша алмай қалатынын айтты. Біз бала-шаға 2 машина болып айналмалы жолмен 10 минутта ағамның үйіне жеттік. Барсақ, үйде ұйықтап жатқан әпкеміз ағамның үйінде ұйықтап жатыр. Сөйтсе, ол тоғай арқылы өтетін төте жолмен жеткен болу керек. Ал ертесінде ол болған жайттың бірінде есіне түсіре алмай, шошқаннан дірілдей берді дейді ол. Бөлмедегі күрсініс. Ерлі-зайыпты Нұржан мен Алма жаңа үйге көшіп келген. 2 баласы бар. Олар жеке шығып ата-анасынан бөлек өмір сүргісі келеді. Алайда Алма соңғы кездер жаңа үйде өздерінен бөлек әлдебіреудің барын сезеді. Ол үйде жалғыз қалса болды, біреу қайта-қайта ауыр күрсіне береді. Оны жалғыз өзі емес, күйеуі де естиді.
балалары қорқып қалмас үшін олар мұны жасырып не істерін білмей әлек болады. Нәтижесінде молда шақырып Құран оқытады. Осыдан соң күрсіну де азайып, кейіннен мүлдем жоғалып кеткен екен.